Амандасу салтымыз демекші армысыздар, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Мен Тайшырдап дәріс апатындағы нөмірі 88-ші орта мектептің 8-ші сынып оқушысы Аманжолова Жунайым Қасқырбекқызы. Бүгінгі менің шығармашылық жобамның номинациясы, жаңғырту номинациясы, жобамның тақырыбы өнердің сыры ою-өрнектер. Жобамның мақсаты ұмыт бола бастаған халқымыздың мәдени мұрасы, ою-өрнектің түрлерін жаңғырту және халқымыздың ежелден келе жатқан көне дәстүр арқылы қазіргі заманымызға сай сәйкес қолөнерді дәріптеу. Ою-өрнектің шығу тарихы. Қазақтың ұлттық ою-өрнегі қазақ жерін мекендеген көшпелі тайпалар өнер әсерімен ғасырлар бойы қалыптасты. Алғашқы қазақтың ою-өрнектері андронов мәдениеті мен байырғы сақ, хон, үйсін өнері мұраларынан геометриялық, қиял ғажайып, соморфтық, аспан әлемі гүлдер түрінде кездеседі. Ою-өрнектер ежелден бері дамыған. Ою-өрнектің түрлерін қазіргі таңда ғалымдар 200 түрін анықтаған. Ою-өрнектер 3 топқа бөлінеді бізде. Ең біріншісі өсімдік типтес ою-өрнектер, екіншісі зооморфтық ою-өрнектер, ал үшіншісі космогониялық ою-өрнектер. Ою-өрнектің мән мағынасы. Бүгінгі менің шығармашылық жобамның негізгі тақырыбы құсқанат оюы. Құсқанат оюы еркіндіктің нышаны, өмір жолында кедергі болмасын, құстай самғасын деген мағынаны білдіреді. Ал жыланбас ою-өрнегі жыланның бейнесін бейнелейді. Ою-өрнектер жыланның бас сүйегіне ұқсайды. Ол ежелден жаман көзден сақтану үшін балалардың тақия қалпақтарына тігілген. Құс мұрын ою-өрнегі құс қанатты құстың тұмсығын бейнелейтін ою. Бұл өрнек бірлікті, татулықты және адалдықты білдіреді. Тіпті бұл емес, бұрындары қазақ халқымыздың қыздарының білезігіне және қолдарындағы сақинасына қарап, оған құда түскені, түспегені туралы анықталған. Қазіргі таңда ғалымдарымыз 7 түрлі ою-өрнектің магиялық және энергетикалық күш-қуат беретінін дәлелдеп отыр, ал 19 ою-өрнек әлі зерттелуде. Өзге елдің наным сенім емес, өз еліміздің құндылығын жаңғырт. Қазіргі таңда осы Қытайдың фэн-шуй ілімін игеріп жүргендер көп. Яғни аузына тиын істеген құрбақаны төрнеліп қойып, құрбаға сәйкес сақинаны қолына тағып, мені осылар жетістікке жеткізеді деп жүргендер біршама. Бұдан бөлектері де жетеді. Бірақ осы өз еліміздің құндылығы арқылы біз бұл тіл көздерден де сақтана аламыз. Енді келесі кезекті менің ауылымдағы 90 жасқа келіп қалған. Құсқанат деген ойынның мәнісі жылда бұрынғы Қазағымның сыр сандалған Құсқанат деген ойынның мәнісі жылда бұрынғы әрі елдің азаттығы бұрынғы кездегі сол ойларды қыздардың жеңісіне қазақ мәңгі болсын деп құстай ұшып жүрсін деп белгілері бізде не болған жоқ, киім-кешек салатын еш нәрсе болған жоқ. Орамалға түйіншек тұрып салып, сол жерде бір-екі ғана көйлекті орамалға түйіп, сөйтіп қыздың артынан апаратын еді. Соның барлығы сол замандағы болған оқиғалар. Соны білетін сен жаңғыртып жатсың балам. Соны жаңғыртқаның өте жақсы. Өнердің барлық нәрсесін еске алу, жаңғырту деген сол. Қазіргі заман талабына сай бейімдеу. Мен осы ою-өрнектерді ешқандай өзгеріске әкелген жоқпын. Қазіргі заман талабына сай киімдерге бейнеледім. Яғни осы жакетке, тақияға, қол сөмкеге бейнеледім. Ең бірінші осы құсқанат ойын арқа тұсыма салудың себебім, яғни мақсатым. Қазіргі таңда көптеген балалар өзінің арман мақсаттары болады. Яғни осы еліміздің мақтанышы болу үшін біз құстай самғасақ екен, еліміздің атын шығарсақ екен деген. Соған байланысты ең бірінші мен осы құсқанат ойын арқа тұсыма белгіледім. Ал сол иығыма жыланбас оюын белгілеу себебі тіл көзден сақтану үшін. Ал оң жағыма мен мектептің логотипін енгіздім. Яғни осы мектебіміздің нөмірін және осы құсқанат ойын енгізе отырып өзіндік логотип шығардық. Тақиядағы жыланбас оюы жаңа айтып кеткендей бұрындары тақияға енгізген тіл көзден сақтау үшін. Сол үшін мен оны тақияға енгіздім.
қолданыстағы бұйымда сатылымға шығару, күнделікті өмірде қолданысқа енгізу және эстетикалық талғам қалыптастыру. Енді осы жобам аясында өзіндік ұсыныстарын тастай кететін болсам, осы ою-өрнектерді ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында аудан көлемінде мектептерде мектеп формасына келтіріп бейнеленсе, дәл менің үстімдегідей. Яғни осы форманы аудан мектептерінің арасында қолданысқа енгізсек. Екінші ұсынысым, ою-өрнек туралы жинақтар жиналып, кітаптар шығарылса. Бізде жаңа айтып кеткенімдей ғалымдар 200-дей ою-өрнектің түрін анықтаған. Сол ою-өрнектер туралы нақты мәліметтер енгізіліп, осы кітаптар шығарылса деймін. Яғни оны өскелең ұрпаққа табыстап, келерден басқа да ұрпақтарға жеткізу үшін. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.